Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары. Бүгінгі біздің шығарылымда БЖБ 290 бойынша қарастыратын боламыз. Тақырыптары 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесінің дамуы, 20-шы ғасырдың 40-80 жылдардағы әдебиет пен өнердің дамуы деген тақырыптарды қарастырады екенбіз. Тапсырмалары: кеңестік білім беру мен ғылым саласындағы реформаларға баға беру. Яғни білім берудің бір плюсі минусын жазатын боламыз. Ғылымның бір плюсі, ғылымның бір минусын жазады екенбіз. Екінші тапсырма: 20-шы ғасырдың 40-80 жылдардағы әдебиет пен өнердің дамуына мысал келтіріңіз. Әрқайсысына 2-2-ден. Үшінші тапсырма: берілген пікірлерді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. Мына деректерді оқи отырып, берілген пікірлерге қандай жазушы туралы ақпарат берілгендігін анықтайды екенбіз. Жазушының әлемге танытқан еңбектің атауын жазады екенбіз. Үшінші: жазушы үлкен суретке тән нәзіктілікпен толып жатқан әсем детальдармен үш ұрпақты көрсететін туған халқының келелік кезеңінің көзімізге елестетеді деген пікірді түсіндіреді екенбіз. Бұл тапсырма, бұл БЖБ бізде жалпы 11 ұпай барлығы. Балалар, егерде бүгінгі видеомыз сіздерге ұнап жатса, арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма: кеңестік білім беру мен ғылым саласындағы реформаға баға беріңіз. Білімнің артықшылығы: 1980-1990 жылдар арасында қазақ жерінде білім беру саласында ірі реформа басталды. Олар жалпы білім беретін орта мектептерге 11 жылдық білім беру енгізілді. Мектептерге гимназия, лицей, колледж атаулары беріле басталды. Білім кемшіліктері: кеңестік кезеңде қазақ жері барлық салалар бойынша тән дағдарысты бастан кешіп жатты. Оқулықтар жетіспеді, қазақ ұстаздарының саны мүлдем аз болды. Ғылымның артықшылығы: плюстар, яғни 1950 жылдары қазақ жерінде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының ғылым академиясы салынып, онда 50 ғылыми зерттеу мекемесі, оның ішінде 22 ғылыми зерттеу институты, 13 сектор, обсерватория, 3 ботаникалық бағы, 8 ғылыми база болды. Ғылымның кемшіліктері: ғылыми жұмыстардың бір-бірін қайталануы, ғылыми зерттеулердің тиімділігі күрт төмендеді. Балалар, осымен біздің бірінші тапсырма аяқталды. Екінші тапсырмаға көшейік. 20-шы ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуына мысал келтіріңіз. Әдебиеттің дамуы: біріншісі, 1949 жылы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы үшін Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығы табысталды. Бұл уақиға қазақ әдебиетінің тарихында елеулі уақиғалардың бірі болды. Бұл Абай жолы романы қазақ халқының тұңғыш эпопеясы ретінде бүкіл халықтың есінде қалды. Әдебиеттің дамуы: екінші, 20-шы ғасырдың 50-ші жылдары қазақ әдебиетінің жарқын дамуы кезеңі қалыптаса бастады. Оның бірегей ретінде Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясын атап кетсек болады. Бұл еңбегі үшін автор 1974 жылы КСРО-ның мемлекеттік сыйлығын иеленді. Өнердің дамуы: бірінші, 20-шы ғасырдың 50-ші жылдары қазақ өнерінің дамуы қарқын ала бастады. Оған мысал ретінде мыналар: опера өнерінің дамуына белгілі рөл атқарған КСРО халық әртісі, Сталиндік сыйлықтың иегері Күләш Байсейітова, сонымен қатар көпшілікке өзінің өлеңдері мен романдарымен танымал болған Брусиловский, Төлебаев, Хамидин, Тілендиев болды. Өнердің дамуы: екінші, 20-шы ғасырдың 70-ші жылдары қазақ кино саласында жарқын белеске көтеріле бастады. Халық жадында көп сақталған кинофильмдер «Менің атым Қожа», «Алдар көсе», «Әке аманаты», «Тақиялы періште» тағы басқа фильмдер болды. Осымен біздің екінші тапсырма аяқталды, балалар. Үшінші тапсырмаға енді көшейік. Берілген пікірлерді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни жаңа жоғарыда көрсетілген деректерге оқи отырып, сұрақтарға жауап береді екенбіз. Деректе қарап отырсақ, пікірде Мұхтар Әуезов туралы айтылған. Сонымен қатар Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі еткен еңбегі ол Абай жолы романы екендігін барлығымыз білеміз. Үшінші сұраққа жауап: үш ұрпақтың даму бағытын, өмір сүру кезеңін көркемдеп жеткізген. Пікірдің авторы. Жақсы балалар, осымен біздің бүгінгі екінші 90-ға арналған 9 сыныптағы Қазақстан тарих пәні бойынша БЖБ талдауымыз аяқталды. Егер сіздерге видеомыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Келесі жылы біз БЖБ талдауларын тағы да шығаратын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.